Саламатсыңдар ма балалар? Қазір бізде әліппе оқу сабағы. Сабаққа дайынбыз ба? Олай болса, сабағымызды бастайық. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын, әдеттегідей өткен сабаққа кері байланыс жүргізейік. Өткен сабақта қандай әріптермен таныстық? Есімізге түсіріп алайық. Қане балалар, мынау дыбыс қандай дыбыс? Жарайсыңдар. А дыбысы. А дыбысы қандай дыбыс? Өте жақсы. Дауысты дыбыс екен. Тамаша. Ал енді мына дыбыс қандай дыбыс? Ын дыбысы. Ын дыбысы қандай дыбыс? Өте жақсы. Дауыссыз дыбыс екен. Ал енді мына дыбыс Р дыбысы екен. Р дыбысы қандай дыбыссыз? Дауыссыз дыбыс екен. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді мына дыбыс қандай дыбыс? Өте жақсы. Л дыбысы. Л дыбысы қандай дыбыс? Өте жақсы. Дауыссыз дыбыс. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, мына берілген сөздерді мұқият өздерің дауыстап оқи қойыңдар. Өте жақсы. Менің ойымша балалар, сендер дұрыс оқыдыңдар деген ойдамын. Ал енді балалар, мына бір суретке жақсылап тұрып назар аударып қараңдаршы. Суретте не бейнеленген? Жарайсыңдар. Орманның суреті бейнеленген екен. Орманда биік, әдемі, жасыл ағаштар бар екен. Кәне барымыз? Бір қайталайықшы. Орман. Орман. Орман деген сөзде қандай дыбыс естіп тұрсыңдар? Орман. Өте жақсы. О дыбысы естіліп тұр екен. Кәне барлығымыз айтып көрейік. О. О. Тамаша. Олай болса балалар, бүгін біз сіздермен о дыбысымен танысамыз. Олай болса, сабақтың тақырыбы о дыбысы мен әрпі. Сабағымыздың мақсаты балалар, о әрпімен танысу, құрамында о дыбысы бар сөздерді талдау, о дыбысынан келетін сөздерді оқу. Ал енді мына бір суретке жақсылап назар аударып қарайық. О дыбысының баспа түрі. Балалар, қараңдаршы. О дыбысы неге ұқсас екен? Жарайсыңдар балалар. Доңғалақ допқа ұқсайды екен. Сонан соң тағы неге ұқсайды екен? Өте жақсы. Дәмді домалақ тоқашқа ұқсайды екен. Сонан соң тағы неге ұқсайды екен? Дөңгелекке ұқсайды екен. Өте жақсы балалар. Тамаша. Балалар, о дыбысы дауысты дыбыс. Кәне, тағы бір қайталайықшы. О. О. Өте жақсы. Есте сақтап қалыңдар. О дыбысы дауысты дыбыс. Ал енді балалар, о әрпінен басталатын сөздермен танысайық. Бірінші суретте орман бейнеленген екен. Орман деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Неше буын бар екен? Орман. Өте жақсы. 2 буын бар екен. Ал енді келесі суретте орамал бейнеленген екен. Орамал деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Орамал. Неше буын бар екен? 3 буын бар екен. Өте жақсы. Орамал деген сөз о дыбысынан басталады. Келесі суретте
орындық бейнеленген екен. Орындық деген сөзде неше буын бар екен? Орындық. Жарайсыңдар. 3 буын бар екен. Орындық деген сөзде о дыбысынан басталып тұр. Ал енді ожау. Ожау деген сөзде неше буын бар екен? Өте жақсы. Ожау деген сөзде де 2 буын бар екен. Бұл ожау деген сөздің өзі де о дыбысынан басталып тұр екен. Ал енді ең төменгі суретке жақсылап назар аударып қарайықшы. Не бейнеленген екен? Өте жақсы. Ою бейнеленген екен. Ою деген сөзде неше буын бар екен? Ою. Ою. Бір ғана буын бар екен. Өте жақсы. Ою деген сөздің өзі де о әрпінен басталады. Ал енді балалар, о дыбысының баспа түрі мен жазба түрін есте сақтап қалыңдар. О дыбысының жазба түрін алдымен қолымызды жаттықтырып алайық. Кәне, қолымызды жаттықтырып, ауада жазып көрейікші. Алдымен нүкте қойып алайық. Нүктені қойып алған соң, сол жаққа қарай нөл етіп домалдандырайық. Кәне, домалатайық. Өте жақсы. Бұл о дыбысының үлкен әрпі. Ал енді тура сондай етіп, кішкентай әрпін жазып көрейік. Кәне, нүкте қояйық та, сол жаққа қарай домалатайық. Тамаша, жаттықтырдық па? Өте жақсы. Ал енді балалар, барлығымыз дәптерімізді ашайық. Осы о әрпін әдемілеп дәптерімізге толтырып шығайық. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша барлықтарыңды әдемі етіп, көркем жаздыңдар деген ойдамын. Тамаша. Ал енді балалар, сонымен бүгін біз қандай әріппен таныстық? Өте жақсы. О әрпімен таныстық. О дыбысы қандай дыбыс екен? Жарайсыңдар. О дыбысы дауысты дыбыс екен. О дыбысы сөздің ортасында да, басында да келе береді екен. Мәселен, от. От деген сөзде о дыбысы сөздің басында келіп тұр. Орындық, ойыншық, орамал. О дыбысы сөздің басында келіп тұр. Ал енді доп. Доп деген сөзде о дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Түсінікті ме? Тамаша. О дыбысы қайстай санға ұқсайды екен? Естеріңе түсірдіңдер ма? Кәне? Өте жақсы. 0 санына ұқсайды екен. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сонымен сабақ түсінікті болды ма? Өте жақсы. Тағы да бір қайталайықшы. О дыбысы қандай дыбыс болды? Жарайсыңдар. Дауысты дыбыс екен. Өте жақсы. Балалар, сонымен сабағымызға рефлексия жасайық. Сабақ ұнаса, смайлықтардың кез келген біреуін белгіле қойыңдар. Жарайсыңдар. Менің ойымша сендер күлімдеген смайликті белгіледіңдер. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, балалар, келесі сабақта кездескенше дейін сау саламатта болыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.